Қызанақ құрамында адам организміне пайдасы мол В1, В2, В5, В6 және А, Е, С дәрумендері бар. Қызанақты үнемі пайдалана отырып, иммундық жүйені нығайтып, жүрек қызметін жақсартып, ас қорытуды реттеп, холестеринді азайтуға болады. Қызанақ гастритті емдеуге және қан тамырлары ауруларында, асқазан ішек жолдары, іш қатуы, қантты диабетке, семіздікке шалдыққан науқастар үшін құнды тағам. Қызанақтың жемісінен алынған шырыны тағамға пайдаланылады. Жеміс құрамында витаминдер өте көп. Қызыл сарғыш жемісінің құрамында минералдық тұздар, С витамині, В, ПП тобы витаминдері, каротиндер бар. Қызанақты тұздап сүрлеуге де болады. Қызанақтың сұрыптарынан ғалымдар пайдалы химиялық элементтер тапқан. Қызанақта темір, мыс, калий тұздары өте көп. Қызанақ адам организміне пайдалы витаминдерге бай. Ересек адамдарда жиі кездесетін варикоз, гастрит, жүрек, қан тамыры аурулары мен қан айналымын жақсартады. Асқазан ішек жолдары іштің қатуы кезінде аса пайдалы. Өтті тазартады, несі байдағыш, ісік ауруларынан қорғайды, зәрдің шығуын тездетеді. Қантты диабетке және семіздікке шалдыққан науқастар үшін құнды тағам. Қызанақ иммунитетті көтереді. Ара шаққанда дене күйіп қалған кезде екіге бөліп басса, ара уын денеге жаймайды және күйіктің ыстығын алады. Псориаз, экзема сияқты түрлі тері аурулары кезінде күніне қызанақтың кем дегенде бір жемісін жеу ұсынылады. Содан кейін теріде оң өзгеріс болады. Айтпақшы, қызанақ түрлі маскалар жасауға да тиімді. Қышқылдылығы төмен гастрит және асқазан жарасы кезінде күнде жаңа піскен қызанақ шырынын тұз қоспай ішуге болады. Оны күніне 3 рет жарты стаканнан тамақтан кейін қолдану қажет. Емдеу курсы 2 аптаға созылады. Жаңа піскен қызанақты күніге жеп тұрсаңыз, депрессия және нашар көңіл-күйді оңай еңсеруге болады. Қызанақтың құрамында серотонин, яғни бақыт гормоны бар. Осы гормон жеткілікті мөлшерде бөлінбеген жағдайда адам депрессиялық жағдайға тез түседі. Сондықтан қызанақ жүкті әйелдер үшін өте пайдалы. Егер қызанақты сүйіп жесеңіз, көзіңіз жастың ұлғаюымен пайда болатын катарактадан қорғалады. Өйткені қызанақтың құрамында В2, рибофлавин дәрумендері бар. Ал арнайы зерттеу жүргізген мамандар бұл дәрумендерді қолданатын адамдар көз ауруының осы түрінен зардап шекпейтіндеріне көз жеткізген. Қызанақ шырыны жүрек қан тамырлары мен бойдағы қан айналымын жұмысын жақсартады. Ағзадағы зиянды қалдықтарды сыртқа шығарады. Тері қабатын жұмсартып, шаш тырнақ өсуіне тікелей ықпал етеді. Қызанақ пен оның шырынының құрамында лейкопен бар. Ол ағзаны зиянды ісік ауруларының талшықтарынан қорғайды. Сондай-ақ қызанақ шырыны семіздікке жол бермейді. Қызанақ шырыны анемия, көз аурулары, жүйке ауруларының алдын алады. Күнделікті таңертең және ұйықтар алдында 1 стакан қызанақ шырынын ішкен абзал. Таңертең шырын адам бойына сергектік бітірсе, кешкілік жанға тыныштық сыйлайды.